Иса шын мәнінде кім? Оның жолы қандай болмақ? Иса шәкірттерін ертіп, сол маңайдан кетіп, Филипп Кесариясы қаласының айналасындағы ауылдарға барды. Жолшыбай ол шәкірттеріне: «Жұрт мені кім деп жүр?» деп сұрақ қойды. Олар: «Біреулері сізді шомылдыру рәсімін жасаған Жақия, ал басқалар Ильяс пайғамбар, тағы басқалары ежелгі пайғамбарлардың өзге біреуі деп жүр» деді. Сонда Иса: «Ал сендер мені кім дейсіңдер?» деп сұрады. Петр оған жауап беріп: «Сіз Мәсіхсіз» деді. Бірақ Иса шәкірттеріне өзінің кім екені жөнінде ешкімге тіс жармауларын ескертті. Мұнан кейін оларға былай деп тәлім бере бастады: «Көктен келген билеуші, мен көп азап шегуге тиіспін. Рубасылары мен басты діни қызметкерлердің және діни мұғалімдерінің өзімнен бас тартулары, әрі менің өлтірілуім, бірақ содан кейінгі 3-ші күні қайта тірілуім де қажет». Иса мұны бүкпесіз ашық айтқан еді. Сонда Петр оны былайырақ алып шығып, қарсылық білдіре бастады. Бірақ Иса бұрылып, шәкірттеріне қарады да Петрге: «Менен аулақ кет, Әзәзіл. Сен Құдайдың емес адамның қалауын ойлап тұрсың» деп тыйым салды. Бұдан кейін Иса халықты және өзінің шәкірттерінің қасына шақырып алып, оларға мынаны айтты: «Маған еріп шәкірттерім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айқышын айқалаған кісідей азапты өлімге дайын болып, менің жолыммен жүрсін. Себебі кім өмірімді сақтаймын десе, содан айырылады. Ал өмірін мен үшін және ізгі хабар үшін қиған әркім оны мәңгі аман сақтап қалады. Адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті мәңгілік өмірінен айырылса, бұдан оған не пайда? Адам өз өмірі үшін қандай құн төлей алады? Себебі кім осы опасыз, күнәһар ұрпақ арасында мені және айтқан сөздерімді танудан бас тартса, мендей билеуші ретінде әкемнің салтанатты ұлылығымен оның қасиетті періштелерін ертіп, көктен қайтып келген кезімде сол адамды танудан бас тартамын». Марқа 8-ші тарау 27-38 аятқа дейін. Осы аяттар киелі кітаптан алынған. Киелі кітапты видеоның төменгі жағындағы сипаттау бөлімінен жүктеп алыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.